Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Сіздермен біз қазір гүл тоқитын боламыз. Бізге қажетті крючок пен жіп. Крючокке сәйкес осындай жіп. Біз қазір осындай кольцо жасаймыз. Ең алдымен, егер де сіздер мүлдем крючок ұстап көрмеген болсаңыздар, онда кіріспе сабаққа өтіп, кіріспе сабақты көріп алғандарыңыз жөн болады. Осы кольцоға 15 воздушный петля тоқимыз. Үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді мына қалдық жіпті осылай тартып тастаймыз. Бізде мынау гүлдің ортасы болып шықты. Ары қарай мына жерден соединительный петля жасаймыз. Бағанағы бірінші петляға аны өткізіп, соединительный петля жасадық. Енді бұл жіпті қиып тастасақ болады. Басқа жіптен, қазір мынадай жіптен гүлдің жапырақтарын шығарамыз. Мына жерде мына жіпті мен қиып тастадым. Астындағы қалдық жіпті біз осылай тартып, мына жіп екеуін байлап, сосын қиып тастауға болады. Енді мына жіптен біз не шығаратын боламыз? Жапырақ шығаратын боламыз. Жаңағы міне тоқтаған жерден іліп аламыз, өткіземіз. Бір петля жасаймыз. Ары қарай 4 воздушный петля жасаймыз. 4 воздушный петля жасаймыз. Сосын 2 накид жасаймыз. Крючокта 2 накид жасаймыз да. Жаңағы өткен жерден өткізіп,
екеуін тоқимыз. Екеуін осылай тоқимыз. Бізде осындай жапырақ шықты. Ары қарай бір воздушный петля жасаймыз. Накид мына лепестокқа ішіне петля с накидом жасаймыз. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 осындай лепесток тоқыдық. Енді осыны жаңағы воздушный петля мына жерден шығарған жерге соединительный петля жасап жабамыз. Ары қарай 4 воздушный петля көтереміз. 2 3 4 2 накид аламыз. Дәл жаңағы келесі петляға міне қайталап көрсетейін. Келесі петляға 4 воздушный петля жасаймыз. Bir, 2, 3, 4. 2 накид жасаймыз. Дәл сол өткен петляны қайттан тоқимыз. Ары қарай накид аламыз. Екі, үш, төрт, бес, алты, сегіз. Тағы да мына жерден өткізіп жабамыз.
Екінші жапырағымыз шықты, дайын болды. Ары қарай осындай жапырақтарды тоқып болмағанша мына жерге дейін тоқып шығамыз. Содан кейін бұл жапырақтарды біріктіруді көрсететін боламын. Сонда бізде әрбір лепесток 15 штук болу керек. 15 петляға 15 лепесток тоқып шығуымыз керек. Мінекей қыздар, мен тоқып шықтым. 15 лепесток. Ары қарай мына жерден 3 воздушный петля көтереміз. Осы воздушный петлямен әрбір лепестокты соединительный петля арқылы бір-біріне қосамыз. Міне бізде бірінші лепесток, тағы да бір, екі, үш. Бұған лепестокты осындай жерінен өткізіп соединительный петля жасаймыз. Тағы да 3 воздушный петля. Лепестокты артына жібереміз. Тағы да воздушная петля. 3. Өткіземіз артынан. Соединительный петля жасаймыз. Тағы да 1, 2, 3 воздушный петля. Осылай әрбір жапырақты соединительный петля арқылы қосып, гүліміз дайын болғанша осылай тоқи береміз. Соңына дейін тоқимыз. Мінекей менде осындай гүл шықты. Енді мына жердегі жіпті біз қиып тастаймыз. Қалған жіпті біз артына көрсетпей тоқып жібереміз. Мына жерде біз мойшақ қолдануымызға болады. Мына жерге осылай мойшақ қойып, неге қолдануға болады. Әрбір тоқыған заттың үстіне, не болмаса осындай тәпішкенің үстіне мен осылай қолданамын. Осылай өте әдемі көрінеді. Қандай неге қолдансаңыздар да өз еріктеріңіз.
осы гүлдің тоқылу жолын мен көрсеттім. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат. Менің каналыма жазылып, каналымды қолдап отырсаңыздар риза боламын.